Саламатсыздар ма оқушылар, ана тілінің 76-шы сабағына қош келдіңіздер. Соңына дейін менімен бірге болып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрқашан жаңа сабақтар шығып отыратын болады. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Балалар, бұл бірінші жаттығуды біз рөлге бөліп оқимыз. Яғни, мен және сендер. Жау жаңбыр. Түнерген бұлт сұрланып, құйды селді себелеп, жел қосылып долданып, болды нөсер керемет. Жау жаңбыр, жау егіннің көгөссін, сұлудай бұран құрақты, айдын шалқар көл өссін. Бейімбет Майлин. Балалар, егер сендер өздеріңнің достарыңмен рөлге бөліп оқыңдар. Бұл жерде нөсер деп отырғанымыз қатты жауатын өткінші жаңбыр. Балалар, сендерде де сендер тұратын аймақта да болған шығар, жаңбыр тез жауып және қайтадан тез басылып қалуы. Бұл нөсер деп аталады. Жаңбыр жауатын уақытта ауа райы қалай өзгереді, балалар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Күн бұлттанып, күннің бетін бұлт басып, дала түнеріп кетеді, иә? Жаңбырдың қандай пайдасы бар? Жаңбырдың пайдасы жер көгеріп, көктейді және көктемде көк шөптер шығып отырады. Екінші жаттығу, мәтінді қатесін түзеп жаз. Мына жерде қараңдар, бұлт ортасынан ыдырады, ауа райы бұзылды, күн көзі бұлтқа енді, жаңбыр жауды. Балалар, қараңдар, мына жерде қате сөздер бар, иә? Мысалы, бұлт дегеннің айтылуы бұлт болып айтылғанымен жазылғанда ол әріпі жазылмайды. Яғни, қажет емес әріп әріпі. Бұлт ортасынан ыдырады. Ауа райы бұзылды. Енді қараймыз, күн көзі дейді. Күн көзі деп жылдам айтылған кезде Г әріпі болғанымен К әріпі болып жазылады, балалар. Мәселен, осы жер дұрыс емес. Яғни, біз мына тұсқа күн көзі бұлтқа енді. Енді жаңбыр жауды дегенде М әріпі қате. Яғни, ың әріпі қойылады. Жаңбыр жауды. Балалар, осы жерде қимылды білдіретін сөздерді атап өтейік. Қараңдар, бұл жерде бұлт ортасынан не істеді? Ыдырады. Не ыдырады ортасынан? Не ыдырады деп келтірем, сол кезде бұлт ыдырады. Ауа райы не істеді? Бұзылды. Күн көзі бұлтқа не істеді? Енді деген бұл жерде іс қимылды білдіреді. Жаңбыр жауды. Не жауды? Жаңбыр жауды. Жаңбыр не істеді? Жауды. Қимылды білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қоятын едік, еске түсірейік. Не істеді? Не қылды? Қайтты деген сұрақтарды қоямыз. Каналға тіркеліп, толық сабақты жүктеп ал. Ендеше, балалар, берілген сызба бойынша сөйлем құра. Мұнда жазылған сөйлемнің біреуін алайық. Ауа райы бұзылды. Ауа райы бұзылды. Келе ма? Райы бұзылды деген келе ма? Жоқ, келмейді, е? Енді сендер бұлт ортасынан ыдырады. Мына жерге қойып көрейік. Бұлт ортасынан ыдырады. Бұлт ыдырады, ортасынан ыдырады. Келе ма? Ендеше сендер берілген сызба бойынша сөйлем құрап, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңдер. Жылдам оқуға арналған жаттығулар. Ендеше, балалар, мұнаны менімен бірге қайталаймыз. Себебі бұны жылдам оқыған сайын сендердің оқудағы жылдамдықтарың арта түседі. Да, до, де, ди, ду, ды, дә, ді, до. Жылдамдатамыз. Та, то, те, ти, ту, ты, тә, ті, тү, то. Тағы да қарқынды қосамыз. Қа, қо, қе, қи, қу, қы, қа, қы, 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 қо. Тағы да са, со, се, си, су, сы,
сәсі, сө, со. Тағы да жа, жо, же, жи, жу, жы, жә, жі, жі, жо, жо. Па, по, пе, пи, пу, пы, пә, пі, пю, пе, по. Ма, мо, ме, ми, му, мы, мә, мі, мю, ме, мо. Ша, шо, ше, ши, шу, шы, шә, ші, шу, ше, шо. Дәл осыны тағы да қайталап, жылдамдықтарыңды арттырып отырсаңдар, балалар, міндетті түрде жылдам оқуға дағдыланасыңдар. Біз әрдайым сабақ соңында жылдам оқуға арналған жаттығуларды жасап отырамыз. Сол кезде ертең сендер 2-ші сыныпқа көшкен кезде ежелеп немесе буынға бөліп оқымайсыңдар. Бірден бір деммен жүргізіп оқып кетесіңдер. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.